Арыстан мен кісі. Бір адам жасынан аң аулап күн көреді екен. Бір кезде ауын бір ағаштың түбіне құрып қойып жүрсе, қапыда арыстанға кездеседі. Арыстан: «Ей адам, кездеспей жүр едің, бері кел, құлақ сал сөзіме. Сенің істегеніңнің бәрі қиянат көрінеді. Маған сыртынан қайрат ететін көрінесің. Күшің артық болса, құтыл менен, аузыма бір ақ салайын ба?» Адам айтады: «Сенен күшім артық болмаса да, сенімен айтысамын. Егер күшті болсаң, анау жерде менің құрып қойған бір нәрсем бар, содан өт. Егерде өтіп кетсең, мені жеп қой, арыстаным», дейді. Арыстан: «Хайлаңды көріп тұрмын, әуелі өзің өтші», дейді. Адам аудың астынан өте шығады. Арыстан өтемін деп бар пәрменімен секіргенде торға барып оралады. Сөйтіп адам айласымен арыстанды торға түсіреді.